Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Қытай тауарлары каналы. Бүгін біз Қытайдан келген осы 3 посылканы ашып көретін боламыз. Және де достар, біздің осы каналда болатын конкурс жайлы конкурсты ұмытпаңыздар. Конкурс қашан болады және де қандай ережелер бар, оны конкурсқа қатысу үшін соңында білгілеріңіз келсе, осы видеоны аяғына дейін көріңіздер. Соңында осы видеоның соңында айтатын боламын мен бәрін. Ал енді посылка ашуымызды бастаймыз. Ең бірінші біз мына екі посылканы қоя тұрып, осы ең құттайынан бастайық осы. Міне бұның ішінде бұл осындай подставка, бұл сотканың артына жабыстыруға арналған. Міне осындай подставка. Бұны менің бір алдыңғы видеомда көрген боларсыздар. Мен бірақ бұны өзіме тапсырыс берген болатынмын. Міне мына жерінде бұл осындай екі жаққа жабыстырылатын скотч болады. Беттегісін алып тастап, телефонның артына жабыстырасыздар. Және мына жағы осылай сақина сияқты, бұны да өйстіп подставка ретінде қоясыздар. Қолға өйстіп ұстауға да болады. Өте ыңғайлы зат, егер де тапсырыс белгілеріңіз келсе, сілтемесі төменде болады. Қойып тұрайық. Басқа ештеңе жоқ. Ал енді екінші мына посылканы ашайық. Міне достар, бұның ішінде осындай бір объектив, телефонға арналған объектив. Бұны тапсырыс бергенді ұмытып кетіппін мен. Бұл ұзақ болды, бұны тапсырыс бергеніме. Міне осындай объектив болады, қазір ашып көреміз. Міне мынау бір объективі басындағы атты жазылып тұр, fish, балық көз объектив. Мына жер осылай телефонға қыстырып қойып істейді. Біреуі алынып тұр, біреу. Мына жерінде тағы біреу бар. Мындай бұл осы ашылады. Бұл 67 ой. Және мынау бір 67 деген бетіндегісі алынады. Бөлінеді. Мынау және макро деген көрінбей тұр қазір. Мына жерінде макро деп жазылып тұр негізі. Ал мынада 67 white деп жазылып тұр. Тағы да осындай басына қорғанышы осындай мынаны қойып. Тағы да мынау түртедімді. Жоқ, мынау онда емес, бұл мыналардың бәрін. Мыналардың осы затты объективтердің бәрін сақтап, осыған салып жүретін бір қоржын сияқты осындай қапшық, кішкентай. Қазір біз мына объективтерді тексеріп көретін боламыз, қалай жасайды екен. Ең бірінші міне мынадан бастайық. Fish деп, балық көз объективтен бастаймыз. Қазір салып көрем, қалай көрсетілген қарайтын боламыз. Міне достар, бұл балық көз объектив мынандай. Енді дұрыс көрініп тұрған жоқ, ештеңе болдырылап тұр барлығы. Қой дұрыс. Білмеймін неге екенін. Дұрыстап салдым, негізі көзіне барлығы камерасына дәл салдым. Міне мына жанын көріп тұрған шығарсыздар, осындай жанын көрсетеді бұл. Дұрыс көрсетпей тұр, болдырылып. Қазір мына келесі объективтерді тексеріп көреміз. Міне достар, бұл объектив бағанағы 67 деген. 67 white деп тұратын сол объектив. Бұл да енді мынау сияқты, бірақ кішкене мына аяқта көрінбейді, бірақ болдырылап көрсетіліп тұр, анық көрсетілмейді ештеңе. Қазір ең соңғы макро деген макроны тексеріп қараймыз. Және де достар, міне мынау ең соңғы макро объективіміз. Бұл енді дым көрсетіп тұрған жоқ, ештеңе көрсетілмейді. Бұл негізі макро деген жақындатып кішкене сөйтіп көрсетеді. Бұл
Bilmem, ештеңе көрініп тұрған жоқ анық. Міне осы үш объектте. Міне енді мына осы үш объективті тексеріп көрдік. Маған былай ұнаған жоқ. Дұрыс көрсетілмейді, анық ештеңе көрсетілмейді. Егер де өздеріңіз қызығып, тапсырыс бергіңіз келсе, сілтемесі төменде бар. Өздеріңіз қараңыздар, ұнаса тапсырыс беріңіздер. Бұлай сыртымен жақсы болғанмен дұрыс көрсетпейді, анық ешқандай зат. Енді былай несіден упаковкасы майысып сөйтіп келген екен, дұрыс не істемеген, майысып қалған, сондықтан бір маған салып қояйық. Қапшығы жақсы екен. Ал енді ең соңғы басылғанға көшейік, онда қалған ештеңе жоқ. Міне ең соңғы тапсырыс. Мен аналардың ішінде не бар екен біліп тұр едім, бұның үшін не бар екен білмей тұрмын енді. Жақсы еді, упаковкасы жақсы сияқты ішінде. Ішінде бір жақсы басып упаковкасы енді былай жақсы. Мынау бұл наушник, беспроводной дейді, тымсыз істейтін наушник. Бұл наушникке енді упаковкасы өте жаман бұның. Негізі бұл андай суретте коробкамен сондай келеді деп көрсетілген еді, бірақ білмеймін неге мұндай тұрген. Дұрыс емес, қазір ішін көрейік. Барлығы майысып қалған. Міне енді оның ішінде осы наушник. Мына жерінде гарнитурасы бар. Мына екі басы магнит, осындай жабысып қалады, осылай тұрады. Мына жерін осындай бір басын ауыстыруға арналған заттар бар. Білмей тұрмын атын қалай ететін. Төртеу міне, төртеуі. Және де тағы да мынандай резинасы бар, бой наушниктің басын салып қоятын. Осылай салып қояды, бой бір жағынан және екі жағынан. Құлаққа тұрғанда наушник тайып кетпес үшін, шығып кетпес үшін, сол үшін салып қояды. Егер де сіздің құлағыңызда қандай дәл бармай тұрса, осылай салып қойсаңыз болады. Құлағыңызда шығып кетпейді сол кезде. Және мынандай бір қыстырмасы бар. Егер де бай сөйлесіп жатқан кезде телефонмен, бұнымен де телефонмен де сөйлесуге болады. Мына жеріне қыстырып қоясыздар осылай. Осылай қыстырып қояды. Сосын киіміңізге болсын бүйтіп мынаны қыстырып қоясыздар. Сол кезде мына наушник сөйлесіп жатқан кезде тайып қозғалып кетпейді. Жақсы бұл бір жағынан. Және де бұл мынандай бір инструкция сияқты мануал ма, сондай бір несі бар. Енді мына жағы ағылшын, мына жағы Қытай тілінде міне. Басқа ештеңе жоқ. Бірақ упаковкасы өте жақсы емес. Негізі бұл коробкамен келу керек. Қазір қосып қараймыз. Дыбыс шықты. Қосылды демек. Енді бұған бір өзіңіздің смартфоныңызды алып, Bluetooth арқылы осыған қосып, қазір музыка жібересіздер, қазір істеп көрейін бұның бәрін. Міне достар, бұның барлығын қостым, ешқандай қиындығы жоқ екен. Bluetooth арқылы қазір міне музыканы жіберемін. Музыка шығып жатыр.
Негізі бұның дауысы шығады екен, барлығы жасап тұр, өте керемет. Бұл өйткені мен қазір өзім телефонға түсіріп тұрғандықтан бір жағынан былай видео түсіріліп, бір жағынан музыка қосылмайды. Сондықтан қосылмайды. Негізі дауысы жақсы, былай қаттылығы былай жақсы шығады. Мынадан басып дауысын көбейтіп шығарсаңыз да болады, және де телефонның өзінен басып дауысын қаттырақ шығарсаңыздар да болады. Бұл енді маус бойын заряд мына нені наушникті зарядтау үшін басы микро USB және мына аяғы USB болады. Мына жерінде өзінің ұяшығы бар. Міне осылай салып, мына аяғына басына адаптер салып, розетке қойып зарядтасаңыз да, немесе ең жақсы USB, powerbank сондайға салып зарядтасаңыз жақсы болады. Наушник енді жақсы, өте тек упаковкасы жаман болып кеткен болмаса, бірақ та енді барлығы жасап тұр, ешқандай бұзылмаған. Енді бүгінде енді міне бізге осы наушник, мынау телефонның артына жабыстыратын подставка бір сақина, және де осы объектив келді. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, мені қолдап лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Айтпақшы, бұл конкурсты қалай және де қалай қатысуға болады деген білгілеріңіз келсе, конкурс бұл 500 жазылушы, яғни 500 подписчик болған кезде менің каналымда сонда басталатын болады. Сол кезде мен оған бөлек видео түсіретін боламын. Және де бұл конкурстың ережелерінде сол 500 подписчик болған кездегі видеомда өзім бөлек барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Сол 500 жазылушы болған кезден бастап қатыса аласыздар менің конкурсыма. Оған дейін мені қолдап, каналға жазылып лайктарыңызды басып кетіңіздер. Бүгінге осы, сау болыңыз.